Қайырлы таң. Көңіл күйің қалай? Бүгінгі күнің сәтті өтсін. Өткен сабағымыз таза зат, қоспа және қосылыс туралы болатын. Таза зат және қоспа туралы алған білімімізді мына кесте арқылы тағы да бір қайталап өтейік. Таза зат пен қоспаның салыстырмалы белгілері. Құрамы жағынан таза зат тұрақты болып келеді, ал қоспаның құрамы тұрақсыз. Құрамдағы заттарына қарай таза зат тек бір заттан құралатын болса, қоспа бірнеше заттардан тұрады екен. Физикалық қасиеттері таза заттың тұрақты да, ал қоспаның тұрақсыз болып келеді. Және бөлу әдістері. Таза зат химиялық әдістермен бөлінсе, қоспа физикалық әдістермен бөлінеді. Бүгінгі сабағымыз енді қоспаларды бөлу әдістері. Екінші зертханалық тәжірибе ластанған ас тұзын тазарту. Бүгінгі сабақта қоспалардың түрлерімен танысасың және қоспаларды қандай әдістермен бөлетінін білетін боласың. Үш тілділік үдерісіне толықтай өтіп, әлемдік деңгейдегі даму кеңістігіне дендей ену қазіргі қажеттіліктердің бірі. Білім саласындағы үш тілділік жүйесі ел болашағының жарқын кепілі. Сондықтан болашақта 10-11 сыныпта химия, биология, физика және информатика пәндері ағылшын тілінде өтілуіне байланысты 7-ші сыныпта химиядағы тірек сөздерді ағылшын тілінде оқып үйренеміз. Бүгінгі сабақта қолданылатын тірек сөздер: таза зат, pure substance, қоспа, mixture, біртекті қоспа, homogeneous mixture, әртекті қоспа, heterogeneous mixture, сүзу, filtration, тұндыру, sifting, буландыру, evaporation, айдау немесе дистиллеу, distillation және магнитпен бөлу, magnetism. Сонымен pure substance, яғни таза затымыз біздің element and compound, элемент және қосылыс түрінде бөлінеді, ал mixture қоспа homogeneous mixture and heterogeneous mixture, яғни біртекті және әртекті қоспа болып бөлінеді. Сонымен қоспаның біртекті және әртекті түрлеріне тоқталып өтейік. Оны түсіну үшін біз кішігірім тәжірибе жасайық. Ол үшін стакандағы су, бордың ұнтағы және қанттың кесектері қажет болады. Біртекті қоспа дегеніміз не? Біртекті қоспаның не екенін түсіну үшін біз стакандағы су мен қанттың кесегін аламыз. Қанттың кесегін стакандағы суға салып, оны араластыратын болсақ, қантымыз суда ериді. Яғни бұл бізде біртекті қоспа. Біртекті қоспаның құрамына кіретін бөлшектерді көзбен көруге мүмкін емес. Қоспалардың көбісі әртекті болып келеді. Әртекті қоспа дегеніміз не? Оны білу үшін біз стакандағы су мен бордың ұнтағын аламыз. Бордың ұнтағын суға салып араластыратын болсақ, бор ұнтағы судың түбінде шөгіп қалады. Демек, толығымен араласып еріп кетпейді. Яғни, әртекті қоспада бөлшектер көзге көрінеді. Мына бейне көрсетілімде екінші зертханалық тәжірибе ластанған ас тұзын тазарту әдісі көрсетілген. Ластанған ас тұзының бірнеше қасығын стаканға салып, оның үстіне су құямыз. Содан кейін араластырамыз, жақсылап араластыра бастаймыз. Нәтижесінде бізде қоспа түзіле бастайды. Бұл қоспа біртекті қоспа ма, әлде әртекті қоспа ма? Қалай ойлайсыз? Дұрыс, бұл әртекті қоспа. Себебі құм суда ерімейді, ол біздің көзімізге көрініп тұр, су лайланып тұр. Енді осы лайланған суды сүзгі қағаздан өткіземіз. Нәтижесінде құм қағазда шөгіп қалады да, ал су тамшылары ағып, таза су тамшылары аға бастайды. Енді осы алынған таза судың ертіндісін, бұл бізде әлі қоспа. Бірақ қандай қоспа? Біртекті қоспа. Себебі оның құрамында тұз бар. Осы суды кәлен табақшаға құйып, оны оттың жалынында ұстаймыз. Сол кезде су буға айналып ұшып кетеді де, кәлен табақшада тұздың кристалдары көрінеді. Екінші зертханалық тәжірибеде
қоспаның сүзу және буландыру әдістері көрсетілсе, мына бейне көрсетілімде магнитпен бөлу әдісі көрсетілген. Бұл қоспа бізде әртекті қоспа. Себебі көзімізге көрініп тұр, күкірттің үгінділері және темірдің үгінділері араластырылған. Темірдің магнитке тартылуын пайдаланып, яғни темірді таза затты қоспаның құрамынан магнит арқылы бөліп алып тұрмыз. Бұл бейне көрсетілімде дистиллеу немесе айдау әдісі көрсетілген. Қоспаны тазартудың бұл әдісі біртекті қоспадан қайнау температуралары әртүрлі заттарды бөлуге негізделген. Мына суға араластырылып жатқан зат бұл калий перманганаты, немесе тұрмыстық жағдайда біз оны марганцовка дейміз. Марганцовканы қайнату арқылы, яғни мына түтікше арқылы бізде келесі стаканға таза су тамшылары бөлініп жатады. Қоспалардың біртекті және әртекті түрі бар екенін білдік. Және бұл біртекті әртекті қоспаларды бөлудің де әдістерімен бейне көрсетілімдер арқылы көрдік. Біртекті қоспаны бөлудің екі әдісі бар екен: буландыру және айдау немесе дистиллеу әдісі. Буландыру evaporation және айдау немесе дистиллеу distillation. Ал енді әртекті қоспа үш жолмен бөлінеді екен: сүзу, тұндыру және магнитпен бөлу әдістері. Filtration, magnetism and sifting. Бүгінгі сабақты қалай түсінгенімізді қорытындылау үшін менімен бірге сәйкестендіру кестесін орындаңыз. Жердің тартылыс күші әсерінен қоспадағы қатты заттар мен сұйық заттардың қабат түзіп бөлінуі қандай әдістің түріне жатады деп ойлайсыз? Тұндыру. Жарайсыз. Келесі, қоспа құрамдағы бір заттың магнитпен тартып алуы. Бұл әрине магнитпен бөлу әдісі. Ерітіндідегі ерімейтін бөлшектерді бөліп алу. Сүзу әдісі. Еріген затты немесе ас тұзын ерітіндіден бөліп алу. Булану әдісі және біртекті қоспадан қайнау температуралары әртүрлі заттарды бөлу. Бұл бізде айдау әдісі болып табылады. Жарайсыз. Сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыз.